Жаңа өмірге мотивация. Ергелді Есдәулет. Кіріспе. Адам баласы мына өмірге келіп, жарық дүниенің есігін ашқан соң, оң солын танығаннан кейін өмірдің мәнін іздейді. Өзін толығырақ танығысы келеді. Жан дүниесін байытқысы келеді. Ерік жігерін шыңдағысы келеді. Тұлға болғысы келеді. Ізгі адамдарды көбірек жасағысы келеді. Бос уақытын пайдалы өткізгісі келеді. Көркем мінез бойымнан табылса екен дейді. Әдепті болғысы келеді. Кітап оқуға ынтасын ашқысы келеді. Айналасымен қарым-қатынаста жарқын жүзді болғысы келеді. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі болғысы келеді. Өмірін ілім-біліммен безендіргісі келеді. Шынайы бақытқа кенелуді армандайды. Өмірін баянды етуге тәуекел еткісі келеді. Жақындарына жылу сыйласам екен дейді. Күн тәртібін жүйелегісі келеді. Көзді тартып, құлпырған дүниенің қызығынан да құр қалғысы келмейді. Отбасында береке мен бірліктің болғанын қалайды. Жаман істерден аулақ болып, тек қайырлы істермен шұғылданғысы келеді. Оқып білсе, ғана шамнан шырақ жағылатынын түсінеді. Ғұмырының мәнін арттырғысы келеді. Жақсы өмір мамандықты игергісі келеді. Кемел адам болуды армандайды. Қабілеттерін тапқысы келеді. Сондай-ақ осының бәріне жылдам қол жеткізгісі келеді. Бұның бәріне қол жеткізу үшін ерен еңбек пен үнемі ынталандырып тұратын мотивация қажет екені белгілі. Алайда адамдардың көпшілігінде мотивация бір рет қана айтылған оқ сияқты уақытша ғана болады. Мотивация бір реттік және уақытша болмау үшін атқарылатын істің маңыздылығын терең түсіну қажет. Сол кезде ғана адамдарға істі бастауға және оны ары қарай жалғастыруға деген қызығушылық пайда болады. Жұмысын жемісті аяқтауға деген талпыныс оянады. Бастаған ісін соңына дейін апаруға табандылық таныта алады. Табандылық таныту уақыт өте келе дисциплинаға, тәртіпке айналады. Осы кезде адам тұрақты даму жолына қадам басады. Алайда адамдардың көпшілігі жетілу, даму қажет екенін білгенімен, нақты қай жағынан, не үшін жетілу қажет екенін біле бермейді. Осы кішігірім кітапшамызда бұл мәселені түрлі қырынан ашуға тырысамыз. Бұл кітап осы тақырыпқа қызығушылық танытқан барша оқырманға жалпылай арналғанымен, өмір кітабын парақтауды енді бастаған жастар мен жасөспірімдерге арнайы бағытталған. Жоғарыда аталған мақсаттардың бәріне тым болмаса біріне жетуіңізге септігіміз тиіп жатса, осы кішігірім еңбегіміз өз жемісін берді деп есептейміз. Кітаптан өзіңізге іздеген мотивацияның сарқылмас көзіне қарай бағыт-бағдар табасыз деген үміттеміз. Жастық шақ. 20 жас тарихи ерліктер жасайтын жас. Осыған әрқашанда әзір болу керек. Бауыржан Момышұлы. Жастық шақ адам өмірінің ең маңызды кезеңі. Себебі жастық шақта адам баласы жаңа өмірге бейімделіп, өмірлік бағытын анықтайды. Жастық шақта жасалған шешімдер мен таңдаулар өте маңызды. Жастық шақ адам баласының бойында қуаты тасып тұрған сәт. Энергияға толы осы кезеңді дұрыс пайдаланған адам ғана өмірлік жетістікке жетеді. Адам өмірінің ең әдемі уақыты осы жастық шақ. Өмірдің қанық түстерге боялуы тек осы кезеңге тиесілі. Сан алуан қызық пен шаттықтың көрінісі осы кезеңмен байланыстырылады. Көпшілік өзінің ерекше есте қалар уақыты жайында сұралғанда ойланбастан студенттік шағын тілге тиек етіп жатады. Өткізген жастық шағын адам өмір бойы жыр қылып айтудан жалықпайды. Самайын ақ қырау шалып, көз жиегін әжім торласа да, жас күнінде көргенін ұмытпайды. Бойынан әл кете бастаса да, әскердегі күндерін күні кеше болғандай суреттеп отырады. Балауса балғын жастық шақтың тағы бір ерекшелігі адам табиғаты көркемдік пен сұлулыққа жақын болады. Жанына жақын әсемдік алыс болса да, оған жету үшін тәуекелге бел буып, соңы жоқ сапарға шығудан тайынбайды. Құласаң нардан құла деп биік шыңдарды мақсат етеді. Алынбайтын амал жоқ, бағынбайтын
белес жоқ деп қайсарлық көрсетіп, қайраттылық танытатын кезеңнің нақ өзі. Ақыл жастан демекші, жас адамның ойы жүйрік, ақылы сергек, зейіні ашық болады. Ішкі жан дүниесі де ақ парақтай таза, қаз қалпында сақталған ашық осы кезең. Сақталған шақ осы кезең. Ми нейрондарының ең белсенді жұмыс атқарып, ішкі және сыртқы сезімдердің оттай лаулап тұрған уақыты осы болғандықтан, өмірге деген құштарлықтың басым болатыны осыдан болса керек. Жас кезде адам жаңа дүниеге, жаңа ортаға тез бейімделгіш келеді. Өзгеруге, жаңаруға бұл кезеңнен кейін адамның икемі келе бермейді. Сондықтан жаңа өнер үйрену, шет тілін меңгеру, мамандық иесі атану бұл кезеңнен кейін қол жетпес сағымға айнала бастайды. Адам өмірінің сапалы, сапасыз өтетіні, баянды, баянсыз болатыны осы жастық шаққа тікелей байланысты. Не ексең, соны орасың демекші, жастық шаққа өзін дамытуға, білмегенін үйренуге, бойындағы қабілеттерді ашып, оны жетілдіруге тырысуы тиіс. Егін алқабы үшін көктем уақыты болмаса, алқап тақыр қалатыны сияқты, жастық шақта бүршік жарып, гүлдемеген адамның да құны көк тиын болмақ. Осы тұста Мұхтар Шаханов атамыздың 12 азайту 3 тең белгісіз әйгілі алгоритмін айта кетпесек болмас. Ол жайлы білесіз бе? Адам өмірін 4 мезгілден тұратын ғұмырға теңейтін болсақ, жастық шақ әлбетте оның көктемі. Ал осы жылдың ішінде көктем болмайтын болса, қалған 3 мезгілдің болуында еш мән мағына қалмаса анық. Көктемде бүршік атып гүлдемеген ағаштың жаз маусымында пісіп жетілетін, күз кезінде бұтағы салбырап беретін жемісі де болмайды. Адам өмірі де тура солай. Жас кезінде бүршік атып гүлдемесе, орта жаста өз ордасының іргесін қалап, қартайғанда бейнетінің зейнетін көре қоюы екі талай. Сондықтан бұл жағдайда 12-ден 3-ті алса, 0 қалады. Яғни адам баласының өмірінен жастық шақта алып тастаса, одан ешқандай қайран жоқ. Себебі ақыл да жастан, күш қайраттың тасыған тұсы да жастық кезде. Көп адамдар 25 жасында ақ өліп қалады, бірақ оларды 75 жасында жерлейді. Бенджамин Франклин. Адам өмірінің ең биік шыңы жастық. Гете. Жасында көргені жоқтың, өскенде айтары да жоқ. Ғабиден Мұстафин. Жастық шақ әсем зат, оны жастардың оңды-солды шашуы қылмыс. Бернард Шоу. Жастықта көкірек зор, уайым жоқ. Абай. Жастық шақ ең үлкен сиқыршы. Пушкин. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жасында тырысқан, қартайғанда қуанады. Жастық шағың жарқырап жаздың бейнесі. Жастық шағың жарқын жаздың бейнесі. Құтты жаздың ала алсаң жоқ бермесі. Сәбит Мұқанов.